Бүгін біз алтын адамның тарихы туралы айтатын боламыз. Алтын адам туралы көбірек ақпарат алу және тиісті бейнематериал жасау үшін біз Қазақстанның ұлттық музейіне, елдегі ең ірі музейге бардық. Ол туралы жеке шолуда толығырақ айтып береміз. Алтын адам номер 1 алтын залы деп аталатын залда орналасқан. Айтпақшы, мұражайда екеуі бар. Шолудың соңында біз орталық экскурсия объектісіне ұқсас қызықты экспонаттар орналасқан екінші залды қысқаша көрсетеміз. Алтын адам археологиялық олжаның шарты атауы. Ол есік қорғанын қазу нәтижесінде 1970 жылы Алматы қаласынан 50 шақырым жерден табылды. Жерлеу биіктігі 6 метр, диаметрі 60 метр. Жалпы есік қорғаны 45 патша қорғанынан тұратын кеңірек қорым кешеніне кіреді. Олардың көпшілігі қазба жұмыстарына дейін жойылып тоналған. Бірақ алтын адамның қалдықтары мен жерленген заттары бар. Жерлеу орындары толығымен сақталған. Айтпақшы, кейіннен Қазақстан археологтары осындай 8 алтын адамды тапты. Соңғы алтын адам Сармат көсемі Ақтөбе облысында 2019 жылы табылды. Бірақ бұл есік қорғаны алғашқы ең бай және әйгілі жерлеу орны болды. Ғалымдардың пайымдауынша, кенін пішіні мен жерлеу тәсілі алтын адамның белгілі сақ көсемінің ұрпағы немесе патша отбасының мүшесі екенін көрсетеді. Бұл сақ тиграхауда болуы мүмкін, өйткені оның басында биіктігі 70 см болатын жылқылар, барыстар, арқарлар мен құстар бейнеленген алтын тақтайшалармен безендірілген үшкір бас киім бар. Алтын адамның бас киімі қазақ бас киімі сәукелеге ұқсас. Айта кету керек, алтын адам ежелгі уақытта шамамен 2500 жыл бұрын Қазақстанда алтынды өңдей алатын жоғары дамыған өркениет болғандығының материалдық дәлелі болды. Сонымен қатар бұл жерде тұратын халықтар материалдық және рухани мәдениеттің жоғары деңгейіне ие болды. Сондықтан оның бейнесі ұлттық идеяның өзіндік көрінісі және біздің қазіргі мемлекетіміздің символдарының бірі болды. Алтын адамның бейнесін 1996 жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласында республика алаңында ашылған Қазақстан тәуелсіздігі монументі бейнелейді. Ол дана және әділ билік пен бай мұраны бейнелейді. Айтпақшы, алтын адамның тәжінде бейнеленген қанатты жылқы тұлпарлар Қазақстан елтаңбасының негізін қалады. Енді есік жерлеу рәсіміне қайта оралайық. Онда 4000-нан астам алтын заттар, соның ішінде аң стиліндегі зергерлік бұйымдар, қылыш пен қанжар, қола айна, металл және ағаш ыдыстар табылды. Мойында жолбарыстың басы тәрізді ұштары бар, алтын зергерлік бұйымдар бар. Жібек шапан алтын тақтайшалармен өрнектелген. Жейденің үстіне жануарлар мен құстар бейнеленген. Құйылған алтын бляшкалармен безендірілген кафтан киілген. Оң жақта соғыс белбеуіне қызыл терімен қапталған қылыш бекітілген. Қанжардың екі жағында қасқыр, түлкі, арқар және басқа жануарлардың фигуралары алтын тақтайшаларға ойылған. Алтын адамның саусақтарында 2 алтын сақина болды. Жауынгердің сол қолында алтын ұшы бар, жебе бар. Оң қолында қамшы бар. Шапанның қызыл түсі отты, ал сары түс күнді білдіреді. Жалпы костюм мен бас киімді қайта тігудің бірнеше нұсқалары бар. Мысалы, Қазақстанның тұңғыш президентінің мұражайындағы алтын адам. Археологтардың бағалау бойынша алтын шапанның иесі қайтыс болған кезде шамамен 18-25 жаста болған. Биіктігі шамамен 165 см. Ол біздің дәуірімізге дейінгі 5-3 ғасырларда өмір сүрген. 2010 жылы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында Қорған ауданында Есік қорық мұражайы құрылды.
2013 жылы қорықтың қорғау аймағының аумағы 422 гектар болып бекітілді. Оған 80 қорған кірді. Мұражай қоры 3000 археологиялық экспонаттардан тұрады. Енді номер 2 алтын залына барайық. Сармат көсемдерінің шапандары біздің дәуірімізге дейінгі 4 ғасырдағы асыл әйелдің шапаны, сақ патшасы, ғұндардың көсемі және тағы басқалар қойылған. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін бірегей археологиялық олжа ақша және сувенирлерде бейнеленіп, мұражай экспозицияларында ұсынылып, мектеп оқулықтарында зерттеле бастады. Осылай біз шолуымызды аяқтаймыз. Арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.